Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бұл видео инстаграмға қалай видео жүктеу жөнінде болады жалпы. Бірақ мен өзім барыс мінез деген марафон жасап жүрік. Бір жылдай болды. Соны жігіттерге қалай видео инстаграмға жүктеп жатыр, соны көрсету мақсатында салып жатыр. Тамашалап қараңыздар, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, сұрақтар болса қойыңыздар. Так, маған керегі штатив. Шамай штатив болған жақсы, менікі мындай. Бұл жерге штатив қойып қоймын. Әртүрлі штативтің түрі көп қой. Так, осы штативпен бізде видеоны қойған кезде мына жерде тым бетке өтпеу керек, тым былай түспеу керек қой. Центровка болады, мына қозғаған кезде ақ свет жанып сарыға түсу керек. Айфондарда болады. Айфондарда осындай болады. Енді андроидтарда білмеймін қалай болады қазір. Осындай штатив қойып аламыз. Қойған кезде аварийный режимге қойып тастаған жақсы. Ешкім мазаламайды, звондамайды. Видео түсіріп алғанша аварийный режимге қойып тастап, ойбай, полет режимге қойып тастап, и сосын фиксация жасап аламыз. Басып тұрып, бүйтіп сәл түсіріп жүру керек. Мен мына жерде свет таңдап тұрмын, әдейі жарық әдемі көріну үшін. Сөйтіп қойып аламыз да. Сәл түсіреміз. И бастаймыз. И мен мына жерге тренировка жасаймын қазір бұйырса. Содан кейін үйге барып монтаждаймын, қалай болатынын көрсетіп отырамын. Айтпақшы, видео түсірерде мына жерде міндетті түрде сүртіп жүру керек. Бүйтіп қарап. Сол кезде анық болады видео. Ал жігіттер, міне келдім үйге, видеоны түсіріп болдық. Так. Әркім арқалай қойды, мен түсіріп атқан бойынша. Менде VN деген программамен жасаймын. Саған кіреміз. Мындайлар шығып атады, мындай болады. В общем, плюсті басамыз. Новый проект деген болады. Так, бана видеомызды мен дейтін өзімді түсіріп аламын. Басып осылай. И осы жерден басталады ғой. Мына видеоны осылай бассақ тақау болады, бүйтіп келтіріп аламыз. Мен өзім ұнайтын келтіріп аламын былайына. Сағынан не болып кетіп назад деген бар. Назад жоқ екен. Мысалы, дәл осы өзі тұрған уақыты келтіріп алуға болады да, өйтіп өзімізге ыңғайлы. Бірақ мына жерде мүмкін деген сияқты бүйтіп келтіріп аламыз ғой. Мына жерде светті аламын, әдейі кішкене әдемі көрініш. Сосын мына жерде бүйтіп жүргендерім бар. Үшін басында 2-3 минуттай тренировка дене қыздыру қойды. Әдемі саған жерге. Мынаны бүйтіп қолмен қозғап отырып келтіре бересіз. Так, әдемі үш жүрегін тарс етін разделить деген өт, мына қиятын. Мына қиып тастадым. Так, мына ішінен бір жақсы жерлерін өзім қиып аламын, басында 2-3 секунд. Так. Басында бүйтіп жүріп жатқан жерін аламын. Шықырым салып отырмын, да жерлер көп болады ғой. Бүгінгі мында бір әдемі жер бар. Қарттен балым қар лақта жүрді, соны теккен жерім бар. Сол жер ұнап қалды. Мысалға ғой, бұл жерде енді бой стимді жасаймын, әртүрлі түсіре береміз ғой. Соны кереміз жерді удалить етіп кетіп тастаймын. Қар лақтырған жерді қиып алып қаламын. Мына жерде 2:62 секунд. Сол момент болды, қалған керек емес. Қалған сосын мен жерді тайғақ бір бой стимді жасаумен жүрмін жерде.
кетіпсің керек емес. Уж айтшамайын көрден кетеді. Ана жер қол көтеріп жатқаннан кейін мұрын. Мындай жасаған екен бүгін дейді. Керек емес бірақ. Секіріп тұрған жерден осы жеріне қиыпты. Так, мынау бізде айтшамайын. Басында бір екі айтшамайын жасап жатқан көрсетіп бай өз уақытымен кетеді. И ары қарай мынау айтшамайының барлығы скоростына қосу үшін скорост деген тұр. Скоростты бассам 4-4-ке апарамын дейді. И дауысты үстігілді кетіп деймін. Мына громкость деген тұр міне. Қолым көрініп отыр ма? Мына апарамын да. Мынаны бассам общий бәрінің дауысын кетіп дейді. Мынау бассам бір галочканы. Онда тек қана осы қиылмаған видеоларды кетіреді ғой. И мына ішін бүйтіп қозғап отырып, так бірден жасалады. Мына жерін басты аламда, тарс еткізіп қиямда. Мына жерде 2 минут, 3 минутта жүрем бүйтіп демалып. Осы қол көтерген, жайдей қол көтерем, тип шатыс көтпей үшін. Осы жерін басты қиямда, мынаны 100-ге апарып тастаймын. 1 секунд болып кетеді сонда. Сонда мындай қытайқандай қалады кішкентай болып. Екінші подход. Айналдырып тоже бүйтемін да. Осылай. Каждый подходты істеп шығамыз ғой. Оны скорость аламын да. Жаңағы тоже тұра береді. Соңғы подход 2 қол көтеремін дейді. И соңғысын бәрін түгелдей кетіп тастаймыз, ода өтірейді. И мына соңында плюс бассам да черный типа сөнген кезде бүйтіп қарай жайлап әдемі сөнді. И қараймыз, мына 1 минут или 15 секунд болды. Соңғы видеолар көшіп қарамайды, апарамда 6-7-8-ге апарып скоростарын азайтып тастаймыз. 2-3 подходты тоже 4-4 тұр. 6-7-ге 8-ге апарып тастауға. Сонда 1-7 секунд болды. Мынаны тоже бір апарсақ 99 секунд болды. 1 минут үшін бір сторисқа сияды ғой. Бүйтіп басталады. Сосын мен мына жерде әкеліп мына жерге қоям. И мына жерде тағы видео жалғайтын жер бар мына жерде. Мына басамыз, міне бастым. И сол кезде менде өзім материалдарым бар мындай. Мынау типа басып тұрса, басып мына жерде бұрышта басқан кезде мындай звук шығады. Переход дейді, переход. Сол переходты қоям мен өзім. Қоймауға да болады. Әдемі үшін қоям ғой. Бүйтіп қолмен келтіріп аламыз. 3-ші подходты да қысқартып жүру керек. 5-ке бөлді. Осылай басталып кетеді. И мына жерде фильтр деген болады. Фильтрға көреміз. Мына жерде фильтрлер болатын әдемі түрін өзгертеді. Өзің бояның өзі. Сосын қаттыны 100-ге қойсақ, қатты бояу болып кетеді. 70-ге сондай қойсақ, әдемі боянып тұрады да, көп білінбей. Применить все дейді бүкіл видеоға. Бүкіл видеоға қойылады. Тарс. Енді музыканы қалай таңдаймыз? Музыканы, мысалға, Инстаграмда бір кісілердің музыкасы ұнап қалса, мысалы музыка ұнаған.
мысалы мен мына музыкаларды бүйтіп сохранить етіп аламын. Мысалы бір видео ұнап қала ма, 3 точканы басамыз да сохранить етіп өзіңіз сақтап алып жүріңіз. И сосын мына ішіне кіресіз де бүйтіп мына сохраненный деген болады, мына музыкаларыңызды сақтап аласыз. Мысалы мына музыка ұнап қалды маған. Енді оны мен Shazam деген бекен аты, сондай бір нәрсе. Айфондарда бар, енді андроидтарда білмеймін. Мынаны басып қоямыз, и мынаны қосып қоямыз. Сол кезде осы музыканы тауып береді қазір. Міне, тауып береді. Скриншот жасап аламыз. Леди Гаганың музыкасы. Кіреміз де. Мынаны кіреміз. Мынаны басып тұрып. Үстін басып тұрса. Бүйтіп басып тұрған копировать етуге болады. Бүйтіп. Айфондарда бар сондай. Скопировать ете аламыз. Сосын любой ютубқа кіреміз де. Поискке жазамыз. Мына музыкамыз. Мына музыка ремикс керек. Осы музыка. Осы музыка. Скопировать ете аламыз, сосын поделиться бас скопировать ете аламыз. Телеграмға кіреміз. Телеграмда жазсаңыздар болады, скачать с ютуба қосса. Мына миллион подписчик бар. Осы не, тегін музыка скачать етіп береді. Осыған ставить етеміз. Мына музыка любой. Видеосын алып алады, mp3 алып аламыз. Мынаны бүйтіп басамыз да, поделиться мен, тағы поделиться, ваянға кіріп, мысалы жаттығуға деген ашып қойдым, салында. Сонан басып музыканы таңдаймыз, жаттығуға кіреміз, использовать дейміз. Қоямыз. Келмей тұра, музыканың үстінен басып, опция деген бар, соны басып, былайна бүйтіп келтіріп аламыз. Типа ана 6 секундтан басталады. Типа ана әжеме саған жүрген кезде бұтыш бастап кету керек қой. Тым ерте бастап кетті. Осылай кете береді. И опцияға кіреміз. Соңғысына осы жерін бүйтіп бір секундқа апарып қаламыз. Соңғы біткен кезде звук мына жері былайына жайлап өзі дауысы басылып қалады. Болды. Осын жоғарыда көкті басамыз. Экспорт жасаймыз. 100% күтеміз. Готов дейміз. И сосын инстаграмға кіреміз. Инстаграмға сторис жазсақ болады негізінде. Плюсті ашсамыз, история, видео, рилс деген бар. Видео, рилсті мен айтып қысқартып саламын, сосын монтаждап көрсетуге болады. Историяға кіреміз. Мына жерде басып, ана видеомыз тұрады, 59 секунд. Соны басамыз. Готов деген басамыз. Мына жерде жазушы А деген басамыз. Дауысын басып салады керегіміз. Ассалаумағалейкум амандасам мен.
ұйққыма бүйтіп кішірейтіп үлкейтуге болады. Мына жерге бүйтіп қойып қоямын әдейі. Мына сызықтан асып кетпеу керек. Соны мынаны басамыз, өтті. Соны басып, мына жерге ағылшыға қойып, объект бар сағат іздеуге өтіп, мысалы бір басқаннан өзі шығып тұрады мына жерде. Объект деп объектті іздесеңіздер бүйтіп шығады мына. Сонан басып келтіре қойсыздар. Соны мына жерге 362 күн солай жазамын. Қайсыздар, қай өзіңіздер, қалай ойлайсыздар? 365 деп үлкейтпеймін, кішірейтпеймін, осы размермен мына жерге қоя саламын. И сосын заметкеде мен мыналарым дайын тұрады, типа жазып жүремін дейді. Біраз жазатындарым дейді. Соны бүйтіп копировать ете аламыз да бәрін. Скопировать етемін да мына жаққа келіп дайын сала қоямын бүйтіп. Екі қолым бүйтіп кішірейтіп үлкейтіп мына жерге аяқ астына қоя қоямыз. Сосын хэштег жазамыз. Парыз. Міне іздесе өзі шыға кетеді астына. Екі қолым бүйтіп кішірейтіп келе қоямыз. Тоже ағылшыншасын жазамыз. Үйреніп кетеді ғой қол дейтін. Парыз. Міне іздесе өйтіп ағылшынша шыға кетеді мына жерде. Соны баса қоямыз да өйтіп қоя қоямыз. И сосын мынаны басып, мынаны басып, реакция ғой. Мынаны бүйтіп келтіріп, бүйтіп қоя, мына жерге қоя қойсақ, сен Инстаграм қарап отырғанда бүйтіп ыңғайлы баса салады ғой. Мына жерге қойса баса алмайды ғой. Сосын осылай болды сала саламыз. Солай. Сосын мына видеоларды мысалы кешегі 61-ші күнде мына жерге еще деген бар. Соны басып, давайте актуальный деген бар. Басып мына жерде барысымыз деп сохранить ету керек. Барысымыз 4-ке сохранить етілді. Тоже мынандай қазір мынандай видеоға шығады. Актуально сохранить ету керекпіз. Мына жерге жинала береді, мына жерге актуально. Мына жерге барысымыз деп аттарын жазып керекпіз. Бірінші күн мысалы менде барысымыз. Екінші күн, үшінші күн, төртінші күн деп кете береді. Басында жасалмай жүрдік қой негізінде. Соңғылардың бәрі мен негізінде күштімін соңғы. Мына жерге 301, 302 соны ыңғайлы да. 303, 304 деп кете береді. Сақтап қойсыз. Болды. И рилс салған кезде видео рилсқа мындай 1 минуттық біз мен салып жүрмін ғой. Қысқа видеолар саламын, 14 секундтық мындай типа монтаждаймын да. Осыны салып далее деп соңыз. Мына жерге тақырып жазамыз. Сосын мына жерге отметь людей, мысалы Хайбек аға біздің барысымыз группамыз бар ғой. Барысымыз инстаграмымыз бар ғой. Соны бүйтіп барыс мінез деп жазсақ, қуаныш брат инстаграм шығып тұрған загрузка болмайды ғой. Шығады да міне белгілеп бүйтіп готов басса шығып кете береді да уже. Поделиться етіп кете беруге болады. Осылай салып өт инстаграмға. Мынаны типа қиялдам салып беруге болады ғой. А так все осылай міне. Осыны белгілесе болды қалғанда. Осы арқылы тексереді. Рилсте өздерінің үшін ғой, мына жерде рилс. Мысалы просмотр жинау үшін. Рилсқа негізінде мұндай просмотр жақсы. Мұндай контент. Проблема айтып, сосын шешім айту керек та негізінде соға атады. Мысалға арқада белді қатайтқан келемі, онда осындай жаттығу жаса деп видео түсірсек, мысалы атады негізінде. Проблеманы айтып бірінші, сосын бір шешім. Просто отжимайын салып берген ешкім қарай болмайды да. Ал сонда жігіттер видео ұнаса лайк басыңдар, комментар жазыңдар. Ұзақ болып кетуі мүмкін енді. Тағы да түсіруге өтінді. Көп қой негізінде сабақ дейді. Алдағай.